құралының аты. Так, көрініп тұр ма? Так, Қазақстан тарихы пәнінен жұмыс дәптері. 6 сыныпқа арналған көмекші құрал. Бұл жерде авторларына келетін болсақ, мен Абдикаримова Ханшайым Қалқаманова, Бұхар Жырау ауданы Калинин жалпы білім беретін мектебінің тарих пәні мұғалімі, және Тілепбекова Светлана Карагуловна Қарағанды облысы оқу-әдістемелік орталығының әдіскері. Мен сіздерге бүгінгі ұсынып отырған жұмыс дәптерінің мақсатына тоқталғым келіп отыр. Қазақстан тарихы пәнін оқыту барысында оқушылардың білімін бекітуге, тарихи құбылыстарды терең түсінуге, сараптау және талдау дағдыларын дамыту болып табылады. Және дәптер оқушылардың өздігінен жұмыс істеуін, тарихи деректермен танысып, олар дұрыс пайымдауға үйретуді мақсат етеді. Міндеттеріне келетін болсақ, оқушылардың Қазақстан тарихы бойынша негізгі тақырыптарын меңгеруіне көмектесу, тарихи карталармен, дерек көздермен және құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, және де сыни ойлау қабілеттерін дамыту. Оның ішінде салыстыру, талдау, қорытынды жасау. Яғни бүгінгі таңда функционалдық сауаттылықты барлық сабақтарда, оның ішінде Қазақстан тарихы пәні бойынша функционалдық сауаттылықты дамыту, яғни менің бүгінгі көмекші құралым тапсырмалары осы функционалдық сауаттылықты дамытуға өте ыңғайлы деп білемін. Енді бүгінгі күтілетін нәтижеге келетін болсақ, оқушылар Қазақстан тарихының негізгі кезеңдерін терең түсінеді, тарихи деректерді талдап, өз ойларын дәлелдей алады, жаңа тарихи ұғымдар мен терминдерді меңгереді, тарихи карталармен, тарихи суреттермен жұмыс істей алады, сыни ойлау дағдылары қалыптасады. Енді жұмыс дәптеріне келетін болсақ, міне мен бірнеше бетті сіздерге көрсетіп отырмын. Мына жерде жұмыс дәптеріне келетін болсақ, біріншіден 5 тапсырмалар бар. Тапсырмалардың өзінің деңгейлер бойынша қалыптасқан, яғни басында оңай тапсырмалар болатын болса, аяқ жағында күрделірек болады. Сонымен қатар міне суреттермен жұмыс, оның ішінде мәтінмен жұмыс, сәйкестендіру әдісін тапсырмасын пайдалануға болады. Вен диаграммасы кіреді, синквейн кіреді, сосын күнделікті тапсырмалар, яғни бұл жердегі картамен жұмыс дегендей. Бұл жердегі ерекшелік деп айтуға болады. Енді бұл жерде сіздер білесіздер, бізде ауылдық жер болғаннан кейін бізде интернет желісі қатты жақсы ұстамайтынын білесіздер. Сондықтан да бұл дәптер өте ыңғайлы деп білемін. Тапсырма біріншіден берілген тапсырмалар қол астында тұрады, яғни балалардың қолында. Сонымен қатар мұғалімдер бұл тапсырмаларды тез тексеріп бағалай алады. Сонымен қатар бұл жұмыс дәптері бойынша жеке жұмыс атқаруға болады, топпен жұмыс атқаруға болады, одан кейін жұптық жұмыс атқаруға болады. Бұл жерде мәтінмен жұмыс бар. Мәтінмен жұмыста міндетті түрде мұғалімдерді міндетті түрде оқушы оқиды, яғни өз ойын жеткізе алады, сұрақтарға жауап береді. Сонымен қатар жеңіл, яғни А, В, С деңгейіндегі оқушыларға да бұл өте тиімді. Өйткені бұл жерде біз балаларды бөліп жармаймыз, тапсырма бәріне бірдей беріледі. Соның ішінде оқушы екі тапсырманың қайсысына жауап береді? Мысалы, 5 тапсырманың нешеуіне жауап береді, яғни баланың деңгейі белгілі болады. Сонымен қатар бұл жерде енді тапсырманың өзіне келетін болсақ, мысалы сіздермен мына тапсырманы орындап көруімізге болады. 3-ші тапсырманы қарап отырсаңыз, тарихи тұлғаның мінездемесі. Мына жерде кім сурет беріледі. Бұл суреттердің бір тиімдісі, сабақты басталған кезде КМЖ-да бізде миға шабуыл деген тапсырмамыз бар ғой, яғни әдісіміз. Сол миға шабуылда осы суретті көрсетіп, оқушылар бұл суретте қандай, кім белгіленген? Мүмкін атын білмесе де, түрін білмесе де, бұл жерде айтады батыр, не хан,
осылай жауап беруі мүмкін да балалар. Сондықтан да бұл балаларға өте тиімді, яғни есте сақтау қабілетіне де өте тиімді болып табылады. Енді мына жерде тапсырманың өзіне келетін болсақ, міне Қасым ханның тұлғалық қасиеттерін сипаттап, оның қандай көшбасшы болғанын анықтаңыз деген сұрақ бар. Яғни тапсырма бар. Енді кестені толтырайық. Қазір егер сіздер естіп отырсаңыздар, осы кестені толтырып көрсек. Бірге орындап көрейік. Қасым ханның қасиеттері, яғни мысалдармен келтіреміз. Яғни бұл тапсырманы сабақтың ортасында пайдалануға болады, немесе сабақтың аяғында пайдалануға болады, иә. Бала қорытындылап өзінің мысал ретінде келтіреді. Яғни мына жерде Қасым ханның қасиеттері дегенде қандай қасиеттері бар? Әскери дарындылығы, дипломатиялық қабілеттілігі, заңгерлік көрегендігі, ел басқарудағы әділеттілігі деп тұр. Сонда қайсысын қандай мысалдармен біз мысалдар келтіре аламыз? Қай жерден біз осы қасиеттерді көре аламыз? Тыңдап отырсаңыздар, маған кері байланысқа шығуларыңызға болады. Жауап беріп көрейік бірге. Ойланып көріңіздер. Әскери дарындылығы деген кезде қандай мысал келтіруге болады? Яғни не деп жауап бере аласыздар? Алтынсарин атындағы мектеп. Сіз не айта аласыз осы тапсырмаларға? Мысалдар, қандай мысал келтіре аламыз? Мына жерде мысалға алуға болады, әскери дарындылығына, осында 300 мың әскері болған. Немесе дипломатиялық қабілеттілігінде біз айта аламыз, Мәскеумен дипломатиялық қарым-қатынас болғандығын көреміз, Көрегендік, заңгерлік көрегендігіне келетін болсақ, яғни Қасым ханның қасқа жолы деген заң жинағын шығарған, Ел басқарудағы әділеттілігін көрсек, осы заң жинақтың ішіндегі, тек қана ел басқаруда барлық билік өзінің қолында бола тұра, ол билер кеңесін құрған деп айтуға болады, Біз осындай мысал келтіріп, оқушы мысал келтіріп жауап беру мүмкін. Енді келесі тапсырмасына келетін болсақ, 5 жолды өлең, яғни синквейн әдісі. Бұл әдісті пайдаланатын болсақ, мен 4-ші тапсырма етіп қойыппын. Бұл жерде жаңа қорытындылауға ыңғайлы да бұл. Қорытындылауға ыңғайлы. Қасым ханның тақырыбында жаңа 5 жолды өлең жазыңыз дейді. Өлеңнің құрылымына келетін болсақ, міне білесіздер, синквейн әдісін. Бұл жерде бір зат есім болады. Одан кейін 2 сын есім, қандай деген сұраққа жауап береді. 3-ші етістік кетеді, не беріп, ары қарай оқушылар өздері жұмыстарын жасай береді. Енді келесі презентацияға келетін болсақ, мына жерде қарап отырсаңыздар, міне оқушылардың формативтік бағаларын көрсетіп отырмын мен сіздерге. Бұл жерде енді 90-дық бағамен шатастырмаңыздар. Яғни формативті бағалар. Қалай бағалары өскен? Яғни бұл жерде өсті ме? Енді мына жерде мен бірнеше баланың несін беріп отырмын. Бағалары бойынша, 10 балдық баға бойынша формативтік бағаларын түрлерін көрсетіп отырмын. Бірінші бала бізде Амирханов Нұрдаулет болатын болса, Нұрдаулет деген бала мені бірінші 90-да 6 деген балмен оқиды. Екінші 90-да көтеріледі. Екінші, үшінші қазір бала қалмайды. Яғни топтық жұмыста да бала үйге дайындалып келеді. Шамасы жеткенше дейін дайындалып келеді. Бұл баланың өзіне қызығушылығын артып тұр дегендігін біз көре аламыз. Тура солай мені Тамерис деген бала, Марлен, Айбибі деген балалар, бұлар жылдың басында төмен көрсеткіш көрсетіп отса, жылдың соңына қарай жоғарылаған, біз біршама жоғарылағанын көреміз. Яғни бұл осы тапсырмалардың арқасында балалардың Қазақстан тарихқа деген қызығушылығы артты деп білемін.
енді бұл жерде біздің оқушылардың көп оқушылардың мотивациясын көтеру, яғни күнделікті баға алуда мотивацияларын көтеру барысында біз осыншама ерекшелік көріп отырмыз. Бұл жалғыз бір сынып қана емес, басқа да сыныптарға да пайдалануға болады. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады.